Бәріңе сәлем, сендермен Alien Trader Play Market'ке кіреміз. IQ Option деп жазамыз. Осы программаны скачать етеміз және осы программа арқылы табыс табатын боламыз. Яғни ақша. Скачать еткен кіргеннен кейін сіздерде дәл осылай шығатын болады. Және де мына оң жақтағы пополнить дегенді бассаңыз, сіз осының ішіне ақша саласыз. Және де түрлі способтар бар ақша салу үшін. Өзімізге ең танысы ол Kiwi және карта. WebMoney'ді көбісі біле бермейді. Короче, осыларды басып, ең минимальный сумма бұл жақта примерно 600 рублей. Примерно сондай болады. Бірақ өздеріңіз білесіздер, қанша саласыздар. 600 рубльден көп болу керек. Доллармен де, евромен де жұмыс жасауға болады. Ол жағын енді өздеріңіз білесіздер. Және осы картамен салған кезде барлығын толтырасыздар. Және де оплатить дегенді басасыздар. Сол толтырып болғаннан кейін уже сразу осылай ставкалар салатын боласыздар. Бірақ сосын ақша жинап болғаннан кейін оны шығару үшін сол жақтағы 3 сызықты басамыз. Осы жерде история, настройки, поддержки бәрі бар. Осы жерден вывод средств дегенді басамыз. Міне осы жерден қараңыз. Kiwi'ге жаңағы салатын программаларға аударуға болады, шығарып алуға. Осылай шығарасыздар. Оң жақтағы жасыл, яғни выше деген, мұны өздеріңіз көріп тұрған сызықтың сигнал келе жатыр ғой. Сол жоғарыға барама или астыға барама, соны табу керек. Короче, прогноз жасау керек. Выше десеңіз, ол жоғары қарай барады деген сөзді. То есть сіз өзіңіз жоғары қарай барады деп ойлаймын деп қоясыз. Ақшаңызды мына жерге инвест дегенге қанша саласыз, соны жазасыз. Если мынау сигнал жоғары қарай бармаса, сіз ұтыласыз. Если сіз астыға ниже дегенді басып, бірақ сигнал жоғары қарай баратын болса, онда сіз ұтыласыз. Барлығы өте оңай. Және де келесі видеода қалай салу керек, қандай сигналдар іздеу керек, соның барлығы үйрететін болам. Жалпы көрсетіп, каналға жазыламыз. Барлығы каналда болатын болады. Всем сау.